Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз электр өрісіндегі өткізгіштер деп аталады. Бүгін біз не үйренеміз? Өткізгіштердегі электростатикалық индукция құбылысына талдау жасауды, өткізгіштер ішіндегі өрістің кернеулігін есептеуді және электростатикалық қорғаныс ұғымының мағынасын түсінеміз. Алдындағы сабақтарда біз электр тоғын өткізуіне байланысты заттарды екі топқа бөліп қарастырғанбыз. Жақсы өткізетіндерді өткізгіштер, нашар өткізбейтіндер заттарды диэлектриктердің қатарына жатқызғанбыз. Электр өткізгіштер бұл электр тоғын жақсы өткізетін заттар. Өткізгіштер әрқашан еркін заряд тасымалдаушылардың, яғни электрондардың немесе иондар санының көп болатынымен ерекшеленеді. Өткізгіш ішіндегі заряд тасымалдаушы бөлшектер хаосты қозғалып жүреді. Енді осындай өткізгішті біз сыртқы электр өрісіне орналастырсақ не болады? Электр өрісінде өткізгіштерді орналастырғанда сыртқы өріске қарсы ішкі өріс пайда болады. Өткізгіш ішіндегі қозғалыс өткізгіш ішіндегі өріс жойылғанға дейін жалғасады екен. Және ол біраз уақыт алуы мүмкін. Себебі қарап отырсақ 1 сантиметр куб көлемге келетін, яғни осында еркін зарядталған бөлшектердің саны оның 22 дәрежесіне дейін жетеді екен. Сондықтан да, яғни іштегі өріс жойылғанға дейін қозғалыс жалғаса береді. Нәтижесінде барлық зарядтар өткізгіш бетінде жинақталады. Мұндай электрленуді біз электростатикалық индукция немесе әсер арқылы электрлену деп атаймыз. Енді осы қозғалысты сіздерге көрсетейін. Қарап отырсаңыздар, яғни сыртқы өріске қарсы ішкі өріс пайда болады деді. Себебі плюс зарядталған пластинаға теріс зарядталған бөлшектер, ал минус зарядталған пластинаға плюс зарядталған бөлшектер қозғалып келеді. Өткізгіштің екі жағында таңбалары тең және таңбалары қарама-қарсы зарядтар жинақталады. Дәлелдеу: егер де өткізгішті екіге бөліп, екі бөлікті өрістен алып кететін болсақ, және өткізгіштің әр бөлігін жеке электроскопқа жалғап, және біз олардың зарядталғанына көз жеткізуімізге болады екен. Мына сіздердің алдарыңызда тұрған электроскоп. Енді осы екі бөлікті қайтадан бір-біріне бір бүтін өткізгіш ретінде қайтадан қосатын болса, зарядтардың бейтараптанғанын байқауға болады. Демек, өткізгіштің әр бөлігінде жиналатын зарядтар бір-біріне тең, бірақ таңбалар бір-біріне қарама-қарсы болады екен. Электр зарядтарының өткізгіштің сыртқы бетінде таралуын дәлелдейтін қандай зерттеулер бар? Ең алғашқы болып ағылшын ғалымы Кавендиш дәлелдеді. Яғни электр зарядтарының өткізгіштің сыртқы бетінде орналасатын. Ол оқшауланған жей шарды зарядтап, электр өткізбейтін қол саппен ұстап тұрып, оған екі қуыс металл жарты шарды кигізеді. Біраз уақыт өткеннен кейін жарты шарды қайтадан алғанда, ішкі шар зарядталмағанын, ал жарты шарлар зарядталғандығын байқайды. Келесі, дәл осыған ұқсас, бірақ басқа тәжірибе жасаған бізде ағылшын ғалымы Майкл Фарадей. Ол қабырғасы фольгамен қапталған, қабырғасы 4 метр куб немесе қазақша текше дейміз, жасап ішіне электроскоппен кіріп тұрады. Бірақ кубтың ішінде ешқандай электр зарядын таппайды, себебі электроскоптың жапырақшалары бастапқы күйінде қалады. Бұл кезде кубтың сыртқы қабырғаларын электрленген соншама, сыртқы бетінде жақындаған кезде кішігірім найзағай ойнайтындай күйде тұрады. Әрине, Майкл Фарадейдің өзін көрсетпесем де, дәл бұны қазіргі таңда көбінде пайдаланады, яғни Фарадей торы деп аталады. Ішкі бөлігінде ешқандай заряд болмайды, тек қана сыртында бүкіл зарядтар жинақталады. Кейін тәжірибені ол өлшемдер бірдей екі шармен тәжірибе жасап көреді. Шардың біреуі тұтас, ал екіншісі қуыс болады. Шарлардың төңірегінде пайда болатын өрістер бәрібір бірдей болып шығады. Демекте ол қуыс немесе тұтас екендігіне ешқандай байланыссыз екендігін біледі. Ал енді Фарадейдің жасаған тәжірибесін сіздерге
Дәл осыған ұқсас тәжірибемен көрсеткім келіп отыр. Сіздердің алдарыңызда тордың ішінде қоян отыр. Қоян шөбін жеп жатыр. Енді қарап отырсаңыздар, мына тор әлі тоққа қосылмаған. Егер де мен тоқты қосатын болсам, не болатындығын қараңыздар. Яғни сыртқы бетінде кішігірім найзағай ойнап жатыр. Яғни сырты зарядталып тұр, электрленіп. Бірақ ішкі бөлігінде тұрған қоянға ешқандай әсерін тигізбей отыр. Себебі ішкі бөлігінде осыдан байқау болады, электр зарядтары жиналмайды. Міне жоғарыда аталған тәжірибенің нәтижесінде біз электростатикалық қорғаныс ұғымын енгіздік физикада, техникада. Яғни ол зарядтардың өткізгіш бетінде жинақталуын қазіргі кезде электростатикалық қорғаныс ретінде қолданамыз. Электростатикалық қорғаныс дегеніміз аспапты сыртқы электр өрісінен қорғау үшін металмен қаптаймыз. Яғни сіздердің алдарыңызда электроскоп берілген, сыртқы беті металмен қапталып тұр. Дәл сол сияқты электрометр сырты тағы да металмен қапталған. Және жалпы көбінде физикада және басқа пәндерде қолданылатын құралдардың, яғни аспаптардың барлығы приборлар металмен қаптайтын себебін енді сіздер түсінген шығарсыздар. Яғни сыртқы электр өрісінен қорғау үшін. Өткізгіш бетінде потенциал бірдей болғанмен, яғни оны біз эквипотенциал бет деп атайтын едік, зарядтардың орналасуы біркелкі емес. Яғни бұл зарядтар орналасу беттің ауданына тікелей тәуелді екен. Сондықтан да бүгін біз екі физикалық шаманы енгіземіз. Біріншісі зарядтың беттік тығыздығы деп аталады. Яғни оны біз сигма әрпімен белгілейміз. Зарядтың беттік тығыздығы. Өлшем бірлігі кулон бөлінген метр квадрат. Олай болса, формуласына тоқталайық. Яғни сигма тең бізде Q бөлінген S. Бұл зарядтың беттік тығыздығы. Екіншісі, зарядтың көлемдік тығыздығы дейді. Яғни бірлік көлемге келетін зарядтың шамасын сипаттайтын физикалық шама. Ол ро әрпімен белгіленеді. Өлшем бірлігі кулон бөлінген метр куб. Сәйкесінше формуласы ро тең Q бөлінген V. Мына формуланы біз бір деп алайық, мына бізде екінші формуламыз. Неғұрлым өткізгіштің беті шығыңқы және сүйір болатын болса, соғұрлым зарядтың тығыздығы жоғары болады. Бірақ сүйір немесе сүйірленген өткізгіштер зарядтан өте тез айырылып қалады екен. Айырылу деген сөз, яғни олар біраз зарядын ауада тұратын болса, ауаға береді, яғни ауаны иондайды екен. Мына сіздердің алдарыңызда сүйірленген өткізгіш берілген. Белгілі бір заряд жинақталып болғаннан кейін, ұшы сүйір болған кезінде аудан кішкентай, демек бұл жерде зарядтың беттік тығыздығы ұлғаяды. Біраз уақыт өткеннен кейін ол өзінің зарядын жоғалтады екен. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер де видео ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Тағы да бір жаңалығым бар сіздерге арнаған. Мен өзіме Instagram парақшамысын аштым. Егер де физикадан есептерден қиындық туындап жатса, осы парақшама тіркеліп жіберулеріңізге болады. Парақшаның атауы видеоның соңында каналда көрініп тұрады. Қош, сау болыңыздар.